Енді атрофия дегені сол асқазанның ішіндегі сыртқы қышқылды бөлетін бездер жұмыс істемейді. Сонда асқазанның ішін қарасаңыз, қазіргі жас балалар, олардың асқазанның ішінде почти что жаңағы ана бұрын қазақтар асқазанның түгі кеткен екен, сөйтіп айтыпты дегенде естідіңіз. Сондай асқазанның түгі кеткен жастар. Оны тамақты, мына тамақты ол балаларға өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыз. Қазіргі жас балалардың алдына мына тамақты қойсаңыз, жемек түгіл жиіркенеді. Неге? Өйткені себебі оны қабылдайтын организмде микроэлементтер нелер жоқ, түсініп отырсыз ба? Оған бөлінетін соль, сок жоқ. Оны бір рет жеген кезде анаяқтан ештеңе өт қабылдамайды. Жаңағы соль бәрі бөлінбегеннен кейін бұлар қорытылмайды. Мынаусыз. Түсіндіңіз ба? Химиялық элементсіз. Содан кейін мынаны организм жаратпайды. Сіз өзіңіз осы дұрыс сау адам бір нәрсені жеп қалып кіріп алсаңыз, қайтып ананы әкеліп берсе алыстан қашасыз ба? Бір рет одан ұшындыңыз ғой. Сондай сияқты бұлар ұшынған адамдар сияқты қабылдай алмайды. Даже үйге кіріп келген кезде менің 16 жасар қызым екеуміз енді соғымнан қалған барымызды асып аэропорттан алып келіп үйге кірген кезде пап, чем воняет дома дейді. Ей, қазы қартаның дейді. А что так я мясо испортился деп тұр ғой. Ана қазы қартаның үйге кіріп келген әдемі иісін. Біреуін дәмін көрген жоқ. Пицца заказ берді, с этим она не. Что мы заказали? Ой, ішіне балық салатын суши заказ берді, суши. Тез балдарында сол. Сушидің қала сыртындағы қабығы ғой, қап-қара. Соны қалай жасайтын мына кісінің ютубынан көруіміз келіп отыр, қай жерде қалай жасалып жатқанын. Сол кезде қоясың ба жей? Қоймайсың ба? Ана кісіні көрсетсең де ана жастарды қойдырта алмайсың. Өйткені одан басқа онда нәр жоқ, жейтін тамақтары сондай. Ол қасірет. Мына памперс дегенде вообще айтатын жоқ. Памперс киген қазіргі 25-тегі балалар үйленгенменен бөпе жоқ. Бөпе жоқ айтып. Қайғы 2 жыл 3 жыл жүреді да бір-біріменен сөйлесіп, неге бөпең жоқ десе енді не деп айтады? Өзіміз ғой енді планировать етіп жүрміз, анау мынау дейді, жайлап экоға барады. Қазір өздеріңіз білесіздер, пәлен миллиард ақшаға ана қаладан эко ашылып жатыр, мына қаладан эко ашылып жатыр деп. Искусственно оплатили. Ол табиғи жолмен болмайтын себебі жалпы Құдай тағала ер азаматтың 2 жұмыртқасын сыртқа денеден тіс жаратқан екен. Ол біздің медицинада оқығанда да солай. Көрінісіңдер ғой? Өйткені себебі бұл сырттағы ұма 2 қалтада болады. Оның ішіндегі жұмыртқаның өмір сүру температурасы бүкіл кітаптан да, ютубтан да, қай жерден қарасаңыз да тауып аласыз. 34-35 градус, 35-тен жоғары қызбау керек жұмыртқа. Түсіндіңіз ба? Адамның температурасы 36-36-тан жоғары. Кейбір балалар іштен туған кезде бір жұмыртқа түспей туатындар бар. Сонда криптокизм дейді. Біз соларды 3 жасқа жетпей операция жасап қалтаға түсіруге тырысамыз. Әдемілік үшін ертеңгі күні түгелдейлеу деген әңгіме емес. Ол ана 36 градуста жатқан жұмыртқа ертеңгі күні жаман тінге айналып, ішіндегі бүкіл нәрсенің барлығы қатып пісіп, жаман ауруға айналатын болғасын, ұрпақсыз болып қалатын болғасын түсіреміз. Мына ұма деген өзі жаңа жұмыртқаның сыртында 7 қабаттан тұрады. Оның ішкі 2-еуі, сыртқы 2 қабаты температураның градусник сияқты қызмет атқарады. Ана температураны сезіледі деп тұрады. Егерде мына 36-34-тен төмендеп тоңып бара жатса, өзінен өзі жиырып әкеліп денеге 36-ға жақындатып жылытады. Одан ысып бара жатып 35-тен жоғары қалса, салбыратып жіберіп, суыту керек. Термостат. Түсіндіңіз ба, машинаның термостаты сияқты жұмыс істейді. Мына қараңыз, қазақ ата-бабаларымыз дамбал киген ғой, анау салақтап жүретін бол. Өзінің температурасын ұстайды. Ол шалдар 70-80 байлар болған, ол шалдарда. Оның бер жағындағы үкіметтен түресеге алып киген біздер плақ киді. Тырыстырып. Олар 40-тан кейін бала көтеруің не ғай болды, жаңа пісіп қалып деген сөз. Оның бер жағындағы памперс кигендер, памперстің ішінде 36 емес, 37-37-тен жоғары температура қайнап жатыр. Тем более сідік шығады.
сідік пенен ананың ішінде химиялық элемент екеуі химиялық физикалық не дейді реакция өткізеді химиялық реакция болған жерде температура жоғарылайды буланады сонда сол жерде памперстің астында бықсып отырған екі жұмыртқадан түк қалмайды ол ештеңе емес Кішкентай кезінде өліп қалады сонда? уже жарамсыз болып қалады ана қазіргі балаларда бір жасына бір айға жетіп А че ол Екі айға памперсті неге біз екі тесік тесіп былай сыртқа шығарып кигізетін вариант жоқ ма? онда оның не қасиеті ол- бар памперсті иә, вообще иә. киюдің қажеті жоқ бұрынғыдай баланың бұтына кәдімгі ана жаярып түпке бөліп ше содан салып сумкаға қалғанын салып жүріп жалпы бала ана жақта жатқан бала ұйықтап жатқан сәби шар ете қалса ай бүлдіріп қойды ау дейтін едік қой иә қазіргі балалар сол наңқиған күнде жата береді ғой ішіп қойса да өйткені ол сезбейді уже бір қызығы мен военкоматта қараймын ғой военкоматтан уже 16-17 жастағы бала келеді соларды қана бәрі жалаңбыз келеді алдыға бір бірлеп кіреді сосын айтады ертең ана жаққа барғанда басқара болып қалма проблема болса қазір айт дейсің ғой сонда ол балалардың кейбіреулері айтады ағай ешкімге айтпайсың ба дейді айтпаймын сонда айтады қаттырек жаңағы пиво ішеді масаңдау болып келсем шаршап келіп ұйықтасам бұтыма шығып қоямын дейді өйткені ол бала сәби кезінде миына ана рефлекс келіп бұтыма сүйіп қойдым деп шар етіп оянбаған балалар ғой рефлекс қалыптаспаған кішкене масаңдау болып кетсе бұты шықпады ол бір ай екі айлығында кіттай балаларды әкеліп жатыр әшеуінің басы қып қызыл болып іріңдеп бүрік дейтін ауру қазақшасы фимоз ол фимоздың кезінен бүріктің кесірінен сіңіп қалып мына жерде бырсып инфекция орыстарда болатын ауру ол оның әр жағы баланопастит үрпінің аузының іріңдеуі деген ауру қалып келеді сосын амал жоқ оның басын жыртып ашып емдеп ақыр аяғында жасына жетпей екі айлығында сүндеттеп жіберетін кезіміз де болады амал жоқ түсінесіз ба а бүрік деген ауру қазақта болған ертеректе бүрік деп қойған ғой ол балалар кімде болған даңғөт балаларда болған даңғөт деген бұтына ештеңе кимейтін жалаңып жүгіретін балалар ғой бүрік неден пайда болады бүрік не нәрседен мына әшеудің басы ең жұқа тері емес қой ең сезімтал сондай орган түсінесіздер иә сол қасқа ана жердегі ана памперстің ішіндегі бәлені сезіп содан қорғанып басы бірігіп қалады ертедегі ата бабаларымыздың даңғөт балаларда болған бүрік жерге отырып ойнап боқтық үстінде ойнаған кезде ана жерден қашып бүрік болған ғой ертерек бүрік болып қалып соны піштіріп жіберген а қазіргі балалардың 90%-ында бүрік еще ол бүрік әрі қарай инфекция қонып іріңдеп баланопастит болып келеді ол деген значит баланопастит болды деген сөз ғой бала мынаның басындағы ірің деген ол микроорганизм олар үрпінің ішімен кіріп ол балада уретрит цистит хронический простатит бар деген сөз сәби нәресте кезінде сондықтан да памперс айтатыным памперстен аулақ болу керек сонымен памперстен тамақтардан аулақ болу керек коладан аулақ болу керек не только кола жалпы мыналардың ішіндегінің барлығы углекислый газ қазіргі ішіп жүрген сыралардың барлығы искусственный порошокпенен араластырып шамалы қыздар жіберіп үстіне углекислый газды құйып темір бақтың ішіне құйып әкеліп береді содан бысылдатып құяды да жарты сағат ішпей тұрсаң моча болып қалады а біздің кезіміздегі пиволар іштік ажырататын жоқ ол жаңағы бензовоз пивовозбен алып келіп шлангімен құяды анау аузынан кружканы құяды сонда көпіріп жатады қымелден таза ашытылып судан алынатын не ғой ол таза қайнатылған ана жақ көшеде жақсы әңгімеңізге рахмет сіздің бәрекелді Короче, колу не пьем, трусы не носим, памперсы не носим. жалаң бұт и тампакос не носим крылышки не носим бұл енді оразадағы тиымдардан басқа тиымдар ғой деп иә өмір бойы тиымдар өмір бойына Рахмет. ұрпақсыз қалып жатыр ұрпақсыз қалып жатыр жақсы қайреке сіздің айтқан әңгімеңізді әлеуметтік желіге жариялап қоғамдық пікір туғызамын оймайдан деп